қош келдіңіздер. Менде өзімді айтқым келіп тұр. Менің атым Ақжолтай. Осы компанияда март айынан бастап істеп жатырмыз. Біздің мақсатымыз расы керек ең басында келгенде осы компанияның шетел саяхаты өте оңай екенін сездік. Соны біз арман мақсат қылып қойдық өзімізге. Сол себептен енді біз бағана айтып кеттім, осы арманымыз шетел саяхат болды. Оның промоушны өте жеңіл. Расы керек, осы сіздерді құттықтаймын. Осы алдымыздағы 2023 жылы осы биыл сол условиясы, сол шарты қалды. Жеңіл шетел саяхаты қалдырды. Енді сол шетел саяхатқа барып, арманын орындап, демалып келген партнерларды шақырғымыз келеді. Ал енді бастайық. Бірінші қызыл дорожкамен жүріп шығайық енді. Енді расы керек, базар жабық, бәрі аяқ астынан болып жатырғаннан кейін енді қолымыздан келгенше жасап жатырмыз осындай жағдайды. Сол Алибекова Сара, Құдайберген Қосынкөл, Исағазы Нұрзия. Мына жаққа шығыңыздар, сосын атап сіздерді әдемілеп шақырамын. Тоқтыхан Амангүл, Мұхамеджан Сауле, Төрге Клара, Оразбаева Гүлназ, өзім Қисықова Сауле, Калиева Майра, Мукашева Нұргүл, Каниева Алтын, Кенжинова Алмагүл, Өмірзақ Айдана, Ескермес Көшербай. Мына жаққа шығыңыздар. Давайте бәріміз жақсылап қарсы алайық. Алибекова Сара, Құдайберген Қосынкөл, Тоқтыхан Амангүл. Құттықтап қояйық бәріміз қыздар. Исағазы Нұрзия. Қыздар, жігер қол шапалақтап отырайық. Мұхамеджан Сауле. Құттықтаймыз. Төрге Клара. Көмектесіп, гүлді әкеп, көмектесіп беріңіздер, қыздар. Оразбаева Гүлназ. Қисықова Сауле. Калиева Майра. Молодцы. Мукашева Нұргүл. Молодец, Нұргүл ханым. Каниева Алтын. Кенжинова Алмагүл. Өмірзақ Айдана. Ескермес Көшербай. Кисекова Ақжолтай. Өмірзақ Айдана шықпап келмеді ғой деймін. Біздің сүйікті Гүлзатымыз. Гүлзат ханым. Молодец, Гүлзат ханым. Молодцы. Қарайсыздар, қыздар, керемет. Сүйреткенсіп алайық. Рахмет. Шетел саяхатымен әсерін алған Алтын ханым мен Алмагүл, сіздерді сахнаға шақырамыз. Осы біздің мықты лидерлар енді шетел саяхатына барған өздерінің впечатлениясы дейді ғой, қазақша әсеріменен қысқа нұсқа айтып кетсе деп ойлап отырмыз. Ал. Давайте, бір-бірін сыйлаған өзбектер деуші еді. Всем добрый день, всех поздравляю с таким замечательным днем. Вот это первое мероприятие 2023 года, которое открывает компания с шикарными подарками, с
вниманием, с нашей шикарной, уважаемой руководительницей Гульзат. Большое спасибо. И вот по поводу сейчас награждения, которое было, это путешествие, которое мы сделали в конце 2022 года, был Египет. На самом деле это одна из шикарных компаний, которая вот этот промоушен делается легко на самом деле. Вы сами не заметите, как в следующий раз окажетесь в Грузии. Я всем желаю, которые здесь сидят, чтобы вы все были в Грузии, потому что здесь легко, просто, продукт шикарный, компания лучшая в мире. Вот, поэтому сейчас всего лишь только 4 января, только все начинается, и каждый из вас имеет шанс вместе, вот сейчас, которые здесь и сидят, и каждый, чтобы еще по 10 человек с собой взял. Я вас всех поздравляю и желаю всем быть вместе на отдыхе с компанией Infinitus в Грузии. Ура! Құрметті кәсіптестер, бүгін жаңа 2023 жылымыз құтты болсын. Жалпы әр отбасына бұл жыл өзінің құт берекесімен, молшылығымен, бейбітшілігімен және мол табысымен келсін. Міне, негізі дұрыс болды. Компаниямыз жылды біткенде емес, қарбаластай емес. Мына 2023-тің басында осындай кездесу өткізіп, өйткені жыл қалай басталса, солай аяқталады деген ұғым бар ғой. Сондықтан біздің ұғымымыз осындай кездесулерден басталғаннан кейін үнемі кездесулермен аяқталып отырсын. Ал енді шетелдің саяхаты деген керемет. Дәл қазір өткенде де сөйлеген болатынмын. Дәл осы компаниядағыдай шетелдің оңай ұйымдастырып қойған саяхаты жоқ. Бар болғаны 6 айдың ішінде міне бүгін 1 январдан басталып кетті. 31 июньге дейін күш жұмсап жұмыс істесеңіздер, 6 айда всего 3 миллионның товар оборотын жасау деген енді ол күлкілі нәрсе. Сондықтан барлығымыз 3 миллион емес, одан да көп жасап, шетелдің саяхатын орындап, Құдай қаласа жаздық каникулымыз август айында Турцияда өтпекші. Енді Грузия деп жатыр, Турция деп жатыр, таңдауымызға байланысты, негізі Турция деп таңдаймыз. Турцияға барғанымыз дұрыс, өйткені Грузияда біз болдық. Одан көріп біздің Турциямыз все-таки ерекше. Сондықтан баршамызды август айында осы залда отырған қаншама адаммен, биыл 38 адам бардық па? Енді Құдай қаласа 2 есе болсын, 3 есе болсын, бәріміз Турцияға әшейін самолет емес, чартерный рейс жалдап, бәріміз бірге баруды Алла нәсіп етсін. Рахмет, кәсіптестер. Мен ойламаған жерде мына жерде тамада болып қалдым. Бесплатный, тегін, Гүлзат.